мұсылман, бастан аяқ пайдалы адам. Дініміз жақсылық жасаушыларды қолдайды. Осыған орай номер 2 мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 11-ші әсін оқушылары. Осындай қасиетті Рамазан айында ата-ана қолдауымен, ықыласпен жақсылық жасап жарысайық атты челленджін біз бастаймыз. Күмістен алқа, толқынды жағы, екеуміз ғана. Сырымыз бітпей жалғасты таңға, жағымды жанға, мен дарман бар ма? Мына бүгінгі қасиетті Рамазан айында осы жасөспірімдер үйіндегі жастарға өзінің класын ұйымдастырып, 11-ші сыныптың биыл мектеп бітіретін жастарды ұйымдастырып, қайырымдылық акциясына атсалысып отқан Майра ханымға алғысымыз шексіз. Біздің мекеме тарапынан бұған дейін де бұл мекеменің жастарына, жетім және ата-анасының қоңыс қалған балдарға әрқашанда қамқоршылық көрсетіп келеді. Осы мекемедегі қамқоршылық кеңестің белсенді мүшесі бұл кісі. Мынау бітіріп атқан классыңыз Құдай қаласа тек қана жетістіктерге жетсін, әрбірі бір 140 балдан жинап, тек қана сізді қуанта берсін. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін, қайырымдылықтарыңыз қабыл болсын, ұстаған оразамыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Майра апай, сізге рахмет. Бұдан кейін де алда бірге белсенді жұмыс істейміз деген ниеттеміз. Еңбегіңіз жана берсін. Балдарыңыз тек қана беттерде көріне берсін. Қайырлы күн баршаларыңызға. Міне бүгін бізге 2-ші дарын мектебі 11-ші сынып оқушылары және өзінің ұстазы Майра апаймен келіпті. Және міне бізге осы керемет айда, оразада бізге өздері ниет қылып бізге сыйлықтар әкеліпті. Сол үшін біз оларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіміз жатақханамыздың атынан және сол 11-ші сынып оқушыларының ата-аналарына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Ниеттеріңіз қабыл болсын, ойлаған арман мақсаттарыңызға, осындай бір тілектеріңізге, жақсы ойларыңызға жете беріңіздер. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Өзгені де сыйлап көрі, мейірімді өмір сүрі, өзгені де сыйлап көрі. Жария малдардың жақсы жағы көпшілікке үлгі болу және жүректерді ізгілендіру. Біз бастадық, құрметті жақсы адамдар, сіздер жалғастырыңыздар. Жақсылық жасауда жарысайық атты челленджді Қазақстанның 2021 жылғы түлектеріне жолдаймыз. Айна ғұмыр деген қойылым.